Assalamualaikum, qadrmanda Muhammad bovlar. Miniki Oraza kunida kelib jetdi. Bir kun qoldi. Alloh qalasa Orazamızda Alloh taolo жұмысымызды жеңілдетсін, Orazamızды жеңілдетсін. Тілеген дуа тілектеріңізді қабыл етсін. Мінекей біз Кореядамыз, Сеул қаласында сіздерге керемет бір көлік көрсетеміз. Бұл көлік Кореяда арзан екен, Қазақстанда өте сұмдық қымбат бағада тұрады. Ал енді Mercedes көлігін ұнататындар, бизнес көлік ұнататындар алып қалсаңыздар болады. Мінекей айта кетейін, 2021 жыл 5 ай 223 W S580L, яғни кішкене лонг, ұзын түрі 4 VD 19.000 км жүрген, және бензин тоқ дейді. Яғни бұл жанармайды аз тұнады, және мына жақта түсіндіре кетейін, 3982 cc деген сөз километр куб, соны есептейді. Ал сіздермен бірге Нұрлан, тіркеліңіздер, видеоның аяғына дейін көріңіздер. Идеал авто Корея. Біз шолуымызды бастаймыз. Сіздерге маңызды нәрсе, Кореяда тұрған көлік түсінікті жағдайын бәрін көрдіңіздер, полный комплектация, бірақ сіздерге бағасы маңызды. Енді қараңыздар, Қазақстанда бұл көліктердің гибриді бар жоғын белгісіз, бірақ 4 литр бензин бар екен. Жаңа көлік екен 37 миллион теңге, 137 миллион теңге полный привод. Одан кейін 113 миллион теңге Астанада екен, Растаможында деп тұр. Одан кейін 155 миллион теңге. Әркім әртүрлі сатады, бірақ менің көрсеткен көлік еш жер орылмаған, соғылмаған, таза. Оған дәлелді видеоның аяғында көресіздер. Ал олай болса, кеттік, біз шоуымызды бастаймыз. Ал жақыннан өзім көрсете кетейін. Мінекей ағайын бауырлар, көліктің айналасы, сырты барлық керемет, черный бриллиант, дисксиозы Bridgestone, 20 размер, 255-40 20 размер. Комплектациясын бір көрдім, өте керемет. S580 4 VD. Бұл L деген, және сәл ұзындауы. Ал енді капотын ашайық, және по кузову жақтарын қараңыздар. Есіктері пылесосы қараңыздар. Өзі тарта болады. Және багажды
ашып жіберейік. Багаждық мұны. Капотын ашайық. Міне парасының көзі байынан. Яғни плавающий екен. Міне осы кісілер иесі қазір барлығын көрсетеді. Окей, 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 목소리 이해하죠? мінекей мына жақта вин-коды ұрылған удардан защитасын барлықтары. Жалпы үлкен мотор. Енді Mercedes машинасының барлықтарыңыз білесіздер. Барлығы жақсы. Наклейкалары барлығында тұр. Авария болмаған. Мына жақта да наклейкасы тұр. Алдынан соққы алмаған. Мінекей. Өте керемет. Мына жақта да вин-коды. Енді қараңыздар. Ішін қарасаңыздар, айтамайым деген көлік қой бұл. Міне кілттейтін орындыққа барлық 3 память сидениясы, қозғалтатын барлық батырмасы бар. Мына жақтарын барлық сенсорный. Мінекей жарық шамның фарасын осы арқылы управлять етуге болады екен. Бұл өте жақсы. Ыңғайлы. Орындықтың кожаның орналасуы, тігісі мүлдем басқаша. Енді Mercedes көлігіне әңгіме жоқ. Бұл енді нағыз представитель класс көлік. Қараңыздар, үлкен монитор. Мен бірақ мына жақтан екі жарық шам жанып тұр. Бірақ маған живой көзбен қарасаңыздар көрінбейді. Мониторы тап-таза топ-тұнық. Іштерін бәрі көк диодқа боялған полный мультируль. Мына жақтағы үлкен дисплейді қараңыздар. 3D көзге анық көрінеді. Tesla көлігіндегі әппақ емес, яғни более темный және көзге анық көрінеді. Кішкене темный көк десек те болады. Мінекей, мына жағын қараңыздар. Мынау 2021 19.000 пробег болса да сарылмаған екен. Яғни сапасы өте жақсы. Және зат салғанға және телефоныңызды зарядтап қоясыз. Мына жақ іші кең, алғанға барлық ыңғайлы. Және USB порттары қазір iPhone-да да осындай Type-C шығарып жатыр ғой. Өте жақсы. Енді 360 градус камерасын бір көрсетейік. 360 градус камера топ-тұнық екен, әдемі. Сөз жоқ. Және скорость проекциясы бар мына жақта. Мына жақта енді зат салғышы, үлші үлкен. Мынаны білмейміз. Мына жерде бір не тұр. Осыны өздеріңіз білетін болсаңыздар комментарий жазыңыздар. Және флешка салынатындары, орындары, кабель барлығы орында тұр. Ештеңе төтілмеген. Жоғар жағында терезесі және алькантара. Бұл жақта тұрған алькантараның кожасы басқаша екен. Кәлісі көктерден қарағанда более оригинал болып көрінеді. Енді мына жақтарын қараңыздар. Үлкен жарық шамы және сос кнопка. Бұл тек қана кәрі мемлекет үшін арналған. Панорамасы, жарық шамы барлығы бар. Видеорегистратор. Видеорегистратордың өзі Mercedes-тің несімен бірге. Яғни менің ойымша бұл заводской болса керек. Ал енді арт жағына отырайық. Бұл көліктің ең мықты жері арт жағын деп айтсақ болады. Қараңыздар, бұл лонг болғандықтан есігі ұзындау. Және бұл жақты да көрейік. Мінекей, өзі тартып алды. Және төрт жақта да енді бұлардың терезесін көрсетейін. Көп кісілер түсіндірмейді. Мінекей, терезесі екі еселенген алдында. Және бұл қалың терезе екен. Мына жақты қарасаңыздар да есігі дәу және лонг болғандықтан сосын терезесі де бұл жақтықта қалың екі еселенген екен. Шумы естілмейді. Енді Mercedes көлігіне тек қана шапалақ қошемет деп қойсаңыздар болады. Мінекей, аудио системасы, кожа, полный кожа. Көк түске боялып тұр. Арт жағында үлкен мониторы тұнық және көзге әдемі көрінеді. Бұл Mercedes көлігінде орыс тілі бар.
және зат салғышы. Қолдап не істеп қойса керек. Мінекей терезесі және панорама арт жағында да бар. Одан кейін климат контрольға управлять ететін, яғни 3 зоналық климат контроль. Мінекей күшін былай жасап қойса болады. Және стакан салғыштың өзі басқаша дизайнында, өте керемет. Және мынау мына жаққа планшет сақ болғанға, яғни мынау Samsung компанияның планшетін қосып қойғанға. Одан кейін мінекей арт жағында USB әрдайым зарядтап қойғанға. Және наушник несі бар екен. Тағы да бұл жақта да беспроводный зарядка болса керек. Мінекей беспроводный зарядкасы бар екен. Бас тірегіші, мықты да дисплей. Качествосы енді сұмдық, тап-таза. Apple компанияның планшетінен кем емес. Және бұны көтеріп қойсаңыздар да, мына жаққа тағы да адам сәт, немесе жалпы артында 2 адам, алдында 2 адамға жағдай жасаған. Және мына жақта аяқ тірегіші, енді барлық жағдай жасаған. Өте керемет. Мінекей. Өте жақсы. Шынырек, көлікке шынырек сөз жоқ. Ал енді багажын бір көрсетейік. Үлкен көлік болғаннан кейін жай кнопканы бассаң болды. Бірден ашылады, және үлкен, кең, үлкен орын бар. Зат салғышы, қалташығы, зат салғышы бәрі бар. Енді астында не бар? Астында кішкентай орын. Енді бұл енді гибрид, астында үлкен батарейка болса керек. Яғни гибрид не себепті? Жанармайды астынады, қаланың ішінде тоқпен жүре берсеңіздер болады. Мына көрсетейін. Ағайын бауырлар, сіздерге дереу көлік көрсеттік. Көлікті алып қаңыздар. Өте тиімді бағада. Енді біз бұл жаққа санатты көлігін көруге келетін болатынбыз. Енді Mercedes көлігіне көзіміз түсті. Есептесек, Қазақстанда тұрған бағадан әжептәуір арзан екен. Барлығын видеоның тұсына жазамыз. Қаншалықты растамашқыз бәрін шығатын жобасымен. Біз енді Gelenwagen көлігін есептеген кезде растамаш үлкен бағада шыққан. Енді бұл көлікке де сондай баға шықса керек. Бірақ өздеріңіз есептеп көріңіздер. Бірақ біз тек қана цена далматы есептеп береміз. Растамашқысын примерно жобалап айтамыз. Салыстырасыздар, баға ұнаса хабарласып тезірек ақпаңыздар. Мінекей, осы көлік. Жақсы сау болыңыздар. Келесі видеода амандыққа жолыққанша сау болайық. Сізге береке, дем сау болсын. Аллаға мақсат, дұға тілегіміз орындалсын. Рамазан айы мүбәрәк болсын. Көнің мінті жақсы. Келті осы. Мінекей, ағайын бауырлар, осы көлік 2021 және состояниесін көреміз. Состояниесі XW деген онда жоқ, тап-таза. Мына жақта 2021 5-ші ай.